Адам қайтыс болған үйге барып жарапазан айттық. Қасында көршім бала бар. Күнде шығатымыз, жұмыс құсатып, кешкі 7-те шай пайымыз ішіп аламыз да, жарамазан айтатын. Сөйтіп бір күні жұмыс жүрмей қойды кәдімгідей. Айтып келе жатыр. Адам көп отыр, короче, ана неде. Еба, куш дедің ба? Иә. Бітті, ұстадық дедік қойшы. Жайлап барды, ал, кетті, айтып жатыр, бір кезде бір кісі жай шықты ғой бейді. Шықты да, бауырым, бұл жерде негізі адам қайтқан еді. Жай жеткізді. Болды. Бірақ бізде де бүгін деп айтамай жатыр. Қайтса қайтсын, бірақ клиент шықпай жатыр деген. Айлығымызды беріңдер. Дос балам сәл ұятсыздау еді ше. Тамақтай ала береміз деді. Сөйтті да, бір самса бір бәлелер сап берді. Болды, қайтып бара жатқанбыз. Бір алыста бір үй свет жанып тұр. Қай үйдің свет жанып тұр, соқа барасың ғой. көбелексіңдер ме? Сөйттік та, айтаң жарамазан деп бастады, айтып жатыр. Бір кезде дәу тас ұшып кетті, заборға тарс ете. Малсыңдар ма? Бұл морг қой дейді ғой. Мынау типа сол жердің якобы охраннигі бірдеңесі ғой. Сіз кімсіз? Артынан қуалайды, короче. Қашып барады. Сөйтіп артынан қуалап жетті да, түрімізге қарады, өзі шаршақтап, ақшамыз жоқтығында көрді ғой деймін. Бопты, қолдарың жайыңдар деді. Бұдан қандай түйін шығаруға болады? Жаңағындай моргтан қашқан адам, сіздер қаштыңыздар, арттарыңыздан қуалады. Одан шығаратын түйін қазіргі жастар бата тыңдағысы келмейді, қашады. Ал аталарымыз қуып жүріп бата бергісі келеді.